мұнай бағасы жарты пайызға көтерілді. Оған ақш-тың стратегиялық мұнай қорын толтыруы әсер етті. Иран президентінің өлімі. Сауд Арабиясы тақ мұрагерінің денсаулығына байланысты Жапонияға сапарын тоқтатуы да ең ірі шикізат өндіруші елдердегі саяси дағдарыс ретінде өз ықпалын тигізгені анық. Брент маркалы мұнай қазір $84,39 сатылып жатыр. Бұл 10 мамырдан бергі ең жоғары көрсеткіш. WTI-дің маусым айындағы фьючерсі 23 центке көтеріліп, баррелі $80 асты. Бағаның өсуіне Қытайдағы жағдайдың жақсара бастауы да себеп. Бейжіңдегі билік ипотекалық несие беру ережелерін жеңілдетіп, жылжымайтын мүлік нарығындағы дағдарысты шешуге кіріскен. Шикізат әрі қарай қымбаттай түсе ме деген сауалдың жауабы ОПЕК+ атауымен біріккен мұнай экспорттаушы елдер ұйымымен оның одақтастарының отырысынан кейін белгілі болады. Олар 1 маусымға жоспарланған жиналысында өндіріс көлемін қысқартуға қатысты шешім қабылдауы тиіс.